Антиматерия. Өзін өлімге кесерден 5 сағат ілгері Нораның қолындағы телефоны шырылдады. Изи шығар деп ойлады. Әлде Райви ағасына сәлемін жеткізді ме екен? Екеуі де болмай шықты. «О, Дорин, сәлем!» «Қайда жүрсің?» деп сұрады қобалжыған дауыс. Мүлде есінен шығып кетіпті. «Сағат неше?» «Бүгін ауыр күн болды, кешіріңдер. Пәтерінің қасында 1 сағат күттік. Леоны қазір оқытайын, 5 минутта барамын». «Жоқ, тым кеш. 3 күн әкесінің үйінде болады». «Ой, кешіріңдер». Кешірімге толы субұрқақ соған батып барады. «Шынымды айтсам, Нора, ол оқуды қоятын шығар». «Неге? Жақсы оқып жүр ғой». «Сабақ оған ұнайды. Қолы тимейді, емтихандар, математика, футбол, біреуін тастау керек». «Лео талантты бала. Шопенді ойнап бастаған еді, өтінемін». Терең күрсініс. «Сау бол, Нора». Нораға жер жарылғандай көрінді. Бұл литосферадан өтіп мантияға жетті. Оған да тоқтамай ядросына келіп тірелді. Сезімсіз металға дүңк ете қалды. Өзін өлімге кесерден 4 сағат ілгері Нора қарт көршісі мистер Банежиді көрді. Мистер Банежи 84 жаста. Кәрілік жеңген қария әрең қозғалады, әйтеуір жамбасына ота жасағалы жақсы болып қалғандай. «Жаңбыр әлі құйып тұр ма?» «Иә», деді Нора міңгірлеп. Көршісі гүл алаңына қарады. Құртқашаштар гүлдеп тұр. Нора күлгін гүлдерге қарап зорлана жымиды. Бұлардан қандай демеу табуға болады? Көзәйнек астынан қарияны көзі бұлдырап қана көрінеді. Есік ашатын кілтін іздеп тұр. Қолына ұстаған бір құмыра сүттің өзі ауыр болса керек. Ол үйден сирек шығатын. Осында көшіп келген алғашқы айда Нора оның пәтеріне кіріп азық-түлікке онлайн тапсырыс беруді үйреткен еді. «Айтпақшы», деді қария, «саған айтар жақсы жаңалығым бар. Бұдан бұлай менің дәрі-дәрмегімді тасып әуре болма. Дәріханадағы бала жақын жерде тұрады екен, өзі әкеп тастаймын», деді. Нора жауап бергісі келген, тілі икемге келмеді. Басын изей салды. Қария есігін ашып, марқұм болған аяулы кемпірін есіне салатын пәтеріне кіріп кетті. Болды. Бұл ешкімге керек емес. Күллі ғалам бұдан құтылғысы келген сияқты. Пәтердегі тыныштық құлақ тұндырар айғайдан да ауыр тиді. Мысыққа арналған азық иісі. Вольтер тамағын жартылай жеген екен. Нора су жұтты да 2 түйір антидепрессант ішіп, содан кейін қалған дәрілерге қарап ойланды. Өзін өлімге кесерден 3 сағат ілгері Нораның бүкіл денесін өкініш билеп алды. Миын улаған күйініш енді аяқ қолына, өне бойына у тәрізді тарап жайылып барады. Өзі өлсе жер кеніп, елдің бәрі қуанатындай көрінді. Қара құрдымға осылай жақындайсың. Тартылыс күші қап-қара иірімге тартып әкетеді. Құрыспасы ұстағандай қалтырап барады. Тәні емес, жаны ауырып тұр. Шыдау, елемей қою мүмкін емес. Ешкім хабарлама, пікір жазбаған. Достыққа ұсыныс жібермеген. Постын оқуға жазылмаған. Антиматерия болғаны ғой. Осылай ойлағанда өзіне жаны ашып, көзіне жас үйірілді. Инстаграмды қарап еді, өзінен басқаның бәрі өмір сүрудің әдісін біліп алған екен. Фейсбукты қолданбай кеткеніне көп болған. Бүгін оған бір мағынасыз пост жариялай салды. Өзін өлімге кесерден 2 сағат бұрын Нора шарап шөлмегін ашты. Студент шақтың елесі, ескі жиһазға айналған философия кітаптары сөреден төне қарап, үмітке толы күндерді еске салады. Құмырадағы гүлдері юка ағашы мен тырбиған 3 кактус. Күні бойы құмырада тұруға көндіккен санасыз тіршілік иесі болу өмір сүрудің ең жеңіл түрі шығар. Нора электр пианиносына отырды, бірақ ойнамады. Леоға Шопеннің прелюдия ми минорын үйреткені есіне түсті. Қуанышты сәттер уақыт өте келе жаныңды жаралайтын сәтке айналады. Музыканттар арасында пианинода қате ноты болмайды деген мәтел бар, бірақ мұның өмірі мағынасыз какофония болып шықты. Бақытқа жеткізер жол айрығында тұрғандай еді, жол таңдаудан адасыпты. Уақыт өтіп жатыр.
Нора бос кеңістікке телмірді. Шарап ішкен соң санасы толық айқындалды. Өмір сүруге лайық боп жаралмаған жан екен. Әр қадамы қателік, әр шешімі зобалаң, әр күні арманына апарар бағыттан кері кету болған екен. Жүзгіш, музыкант, философ, жар, саяхатшы, гляциолог, бақытты адам, сүйікті жар. Еш қайсысын жарытпады. Тіпті бір мысығына ие бола алмады. Аптасына 1 сағат пианинодан сабақ беретін мұғалім болу да қолынан келмеді. Әңгімелесуге тұрарлық адам болмай шықты. Дәрі әсер етпеді. Нора шарапты тауысты. Түк қалдырмай ішіп қойды. Сендерді сағындым деп айғайлағанды жақсы көретін жандардың рухы үйді кезіп жүргендей. Ағасына қоңырау шалды. Ол телефон көтермеген соң дауысты хабарлама жіберді. Жоу, сені жақсы көремін, соны білсен деймін. Бұл жағдайда сен ештеңе істей алмас едің. Өзім кінәлімін. Ағам болғаның үшін рахмет. Мен сені жақсы көремін, қош бол. Тағы жаңбыр жауды. Нора пердені ашып қойып, терезеден тиген тамшыға қарады. 11-ден 22 минут кетті. Бір нәрсеге көзі анық жетті. Ертең қайта оянғысы келмейді. Орнынан тұрды. Қағаз бен қалам алды. Өлетін сәт туды деп шешті. Қымбатты белгісіз жан. Өмірімде табысқа жетудің сан түрлі жолы болды. Бірақ мен бәрінен құралақан қалдым. Өзімнің қамсыздығы мен бойкүйездігім кесірінен әлем менен теріс айналды. Сондықтан мен бұл өмірді тәрк етпекпін. Қалайда өзіме қол жұмсауға болмайтынын түсінсем, бұлай істемес едім. Өлгенім дұрыс екен, сондықтан кетемін. Жаныма жолап кеткеннің бәріне кесірім тиді. Оларға ештеңе бере алмаймын. Кешіріңдерші. Барынша мейірімді болыңдар. Қош, Нора.